Осы оқылған қасиетті Құран аяттарының нұры менен халқымызды, елімізді, жерімізді нұрға бөлей көр. Бізді және барша әлем жұртшылығын табиғи апаттардан, зілзаладан, түрлі індеттерден аман сақтай көр. О Алла тағалам, ұрпақтарымыздан елді бірлікке шақыратын ғалым, ғұламалардың, имандылық пен инабаттылыққа бастар қари хафиздардың, ел тізгінін ұстайтын танымы терең тұлғалардың, қол бастайтын көсемдердің, сөз бастайтын шешендердің шығуын нәсіп ете көр. О Алла тағалам, жұртымызға амандық беріп, өркениет көшіне ілескен халқымыздың гүлденуі мен көркеюін нәсіп етіп, еліміздің ішін даудан, сыртын жаудан сақтай көр. Тәуелсіздігімізді тұғырлы қылып, еңселі еліміздің болашағын жарқын етіп, көк байрағымыз әркез бейбіт аспан астында желбіреп, киелі отанымызды мекендеген әр шаңырақтың береке бірлігін арттырып, ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл қылғайсын. О Раббымыз, бізге бұл дүниеде жақсылық бере көр, ақыретте де жақсылық беріп, бізді тозақ азабынан сақтай көр. О Алла тағалам, қасиетті айда ұстаған оразаларымызды, оқыған тараух намаздарымызды, хатым құрандарымызды, жасаған құлшылықтарымызды қабыл етіп, амалдарымыздың дүниеде берекесін, ақыретте сауабын көруімізді нәсіп етіп, баршамыздың бұл Рамазаннан келесі Рамазан айларына сау, сәлемет, амандықта жетуімізді нәсіп ете көр. О жаратушы Алла тағала, өзіңе ғана сыйынып, өзіңнен ғана жәрдем сұраймыз. Алла тағала бізді, біздің ұрпағымызды, халқымызды өзіңнің тора жолыңа бастай көр, тора жолыңнан адастырма. Алла тағала қазақтың егеменділігін, біздің мемлекетіміздің егеменділігін қиямет қайымға дейін мәңгі болуын Алла тағала өзің нәсіп ете көр. О Алла тағала, бүкіл халқымыздың осы қасиетті Рамазан айына өзіңе шынайы иман етіп, өзіңе жалбарынып жасаған құлшылықтарын, тұтқан оразаларын Алла тағала өзің қабыл ете көр. О Раббым Алла тағала, қасиетті болған Рамазан айының сауабын, оразасының, қадір түнінің сауабын барша халқымызға Алла тағала бізге өзің нәсіп ете көр. О Раббым Алла тағала, біздің жүзімізді өзіңнің алдында жарық болуды нәсіп ет көр. О Раббым Алла тағала, біздің халқымызға нұр рахматыңды, хайыр берекетіңді Алла тағала нәсіп ете көр. Бүкіл әлем халқына Алла тағала тыныштық бер, ауызбіршілік ынтымақ бер. Мұсылмандарымызға екі дүниенің бақытын Алла тағала өзің нәсіп ете көр. Осы қасиетті айда Алла тағала имамдарымызға, ұстаздарымызға, барша муфтият қызметкерлеріне дін үшін жасаған қызмет үшін, Алла тағала халқына жасаған қызметтер үшін, осы қариларымызға хатым Құран Алла тағала оққан баршаларына сауаптарын өзің нәсіп ете көр. Қателіктері болса Алла тағала кеңшілік рахматыңмен кешіре көр. Жамағатымызға, халқымызға Алла тағала барша жасаған құлшылықтарын қабыл етіп, Алла тағала құлшылықтарын, сауаптарын өзің еселеп нәсіп ете көр. О Раббым Алла тағала, тағдыр жазылатын түнде өзіңе жалбарынып сұраймыз. Раббым Алла, өзіңнен жалбарынып сұраймыз. Біздің тағдырымызға жақсылықтардың да нәсіп ете көр. Раббым Алла, өзіңе толық иманды нәсіп ете көр. Өзіңе ғашық болуымызды нәсіп ете көр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ғашық болуды нәсіп ете көр. Ата бабамыздың дәстүрлі ислам жолын мықтап ұстап, ұрпағымыздан ұрпағымызға жалғасуын нәсіп ете көр. О Раббым Алла тағала, біздің елімізге рызқымызды молынан беріп, Алла тағала өзің жақсылығыңды Алла тағала жаза көр. Аллахумма салли аля сайидина Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.